Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағымыздың тақырыбы электр энергиясы қайдан алынады? Сен бұл сабақта электр энергиясының көздері туралы білетін боласың. Алдымен мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Үйіңде қандай электр құралдары бар? Олар жұмыс істеу үшін не керек? Электр құралдары іске қосылу үшін не істеу керек? Дұрыс айтасыңдар, күнделікті өмірді біз электр құралдарынсыз мүлдем елестете алмаймыз. Олар жұмыс істеу үшін, яғни іске қосылу үшін біз оларды тоққа қосамыз, немесе арнайы батареялар саламыз екен. Енді электр тоғы розеткаға қалай келеді? Ол электр станциясынан сымдар арқылы үйге келеді. Яғни электр энергиясы көздерінен алынады екен. Енді мына суреттерге назар аударайық. Бұл суретте электр энергиясының көздері бейнеленген. Бірінші суретке қарасақ, бұл кәдімгі батареялар. Батареялардағы электр энергиясы химиялық үдеріс нәтижесінде алынады. Екінші суретте су электр станциясы. Ол ірі өзендерге салынады. Су ағынының энергиясын электр энергиясына айналдырады. Келесі суреттегі бұл күн батареялары. Бұл күн мол түсетін жерлерге орнатылады. Олар күн энергиясын электр энергиясына айналдырады екен. Соңғы суреттегі жел генераторы желдің күшінен электр энергиясын өндіреді. Оларды жел соғып тұратын ашық жерлерге биік етіп орналастырады екен. Итеру күші потенциалдар айырымы деп аталады. Бұл екі нүкте арасындағы кернеудің айырымы. Электрон ағынның жылдамдығын ток күші дейміз. Ол ампермен өлшенеді. Протондар мен электрондар резеңке секілді изоляторлық материалда еркін қозғалады. Сондықтан онда электр тоғының ағыны болмайды. Электр тоғын әртүрлі әдістермен алуға болады. Көп мөлшерде алу үшін электр станциялары керек. Ал шағын мөлшерін батареялары бере алады. Біз бүгінгі әлемді қамтамасыз етуге жеткілікті электр энергиясын өндіріп, оны түрлендіре аламыз. Бұл адамзат жетістіктерінің бірі. Батареяларда электр энергиясы белгілі бір мөлшерде болады. Яғни белгілі бір уақыттан соң олардағы тоқ күші таусылып қалады. Егер үйіңде батарея болса, оны қолыңа алып қара. Оларда мынадай белгі болады. Бұл белгілер нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Яғни ескірген, жарамсыз батареяларды не істеу керек? Батареяның ішінде қауіпті химиялық заттар бар. Егер батареяны жай лақтыра салсақ, онда күн мен жаңбырдың әсерінен металл бүлінеді, ал химиялық заттар топырақ пен жер асты суларына түседі. Сол аумақ улануы мүмкін. Бір кішкентай батарея топырақты уландырып, бірнеше ағаш пен мыңдаған тірі ағзаларды жоя алады. Балаларға батареяны аузына салуға болмайды. Бұл өте зиянды. Сондықтан олар ескіргеннен соң, оларды жай кез келген жерге тастай салуға болмайды. Оларды арнайы қоқыс салатын жәшікке салу керек. Сен білесің бе, 150 жылдан бері дүние жүзі бойынша экспо көрмесі ұйымдастырылып келеді. Онда көптеген елдердің техникалық жетістіктері көрсетіледі. Қазіргі кезде адамдар экологиялық қауіпсіз энергия көздерін пайдалануға тырысады.
Сондықтан Астанадағы халықаралық Экспо 2017 көрмесі болашақтың энергиясы тақырыбында өтті. Балалар, үйдегі электр құралдарын пайдаланғанда абай болайық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, балалар? Ендеше өзімізді бағалай қояйық.